Қазақстандықтар арасында созылмалы ауруы бар азаматтарға медициналық көмек шектеледі деген ақпарат шындыққа жанаспайды. Соңғы күндері әлеуметтік желілерде қант диабеті, ДЦП және басқа да аурулар бойынша ем мен дәрі-дәрмек тегін берілмейді деген жалған хабар тараған. Денсаулық сақтау министрлігі бұл мәліметті ресми түрде жоққа шығарды. Ведомствоның хабарлауынша әлеуметтік маңызы бар және созылмалы аурулармен ауыратын пациенттер бұрынғыдай толық көлемде тегін медициналық көмек пен дәрі-дәрмек алады. Айта кетейік, тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі 11 ауру түрін қамтиды. Жаңартылған тізім бойынша бұл көмекті азаматтар сақтандырылған немесе сақтандырылмағанына қарамастан тегін ала алады. Қазақстан Республикасының 2026 жылы 1 қаңтарынан бастап балалар церебралды аурулары міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесіне өткізгені белгілі болды. Балалар толық өз медициналық қызметтерін ала алады, ешқандай шектеу болмайды. Біздің қалалық 6-шы емханада даму және ерте араласу орталығы бар. Осы орталықта біз балалар арасындағы 6 жасқа дейінгі балалардың дамуын анықтаймыз. Яғни бұл жерде 704 бұйрыққа сәйкес аудиологиялық тексеру, сонымен қатар балалардың жүйке жүйесін тексеру жүргізіледі. Әр жасына сай тексерілеміз. 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру пакетіне қант диабеті, балалардың церебральды сал ауруы, дәнекер тіннің жүйелік зақымдануы, ревматизм кірді. Бұл ретте медициналық көмектің көлемі қысқармайды, тек қаржыландыру көзі ғана өзгерді. Барлық сақтандырылған пациенттер мемлекеттік әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі шеңберінде емдеуді, консультациялар мен дәрі-дәрмектерді тегін алуды жалғастыруда. 6-шы поликлиникаға 2005 жылдан бері қатынаймын. Өзімді берді счетта тұрамын. Одан басқа балдарым, немерелерім, бәріміз осы жердеміз. Қалай берсем, бүгінгі келіп отырғанымыз осы даму ету араласу орталығы ашылған екен. Біз өте ризамыз. Жас сәбилер дер кезінде көрініп, дер кезінде денсаулықтарында бір кемшілік болатын болса анықталып, дер кезінде ем қабылдап, уақытында қатарынан қалмай араласып кетуіне бұл үлкен несін тигізіп жатыр. Мемлекет бұрынғыдай азаматтардың жеңілдетілген санаттарына қатысты барлық кепілдіктерді сақтайды. Балалар, жүкті әйелдер, зейнеткерлер, студенттер, мүгедектер, жұмыссыздар және басқалар. Барлығы 11 миллионнан астам қазақстандық. Соның ішінде мемлекет есебінен сақтандырылған және медициналық көмекті тегін алуды жалғастыратын балалардың церебральды сал ауруымен ауыратын барлық пациенттер. Денсаулық сақтау министрлігі әлеуметтік мәні бар аурулардың тізбесін жаңарту, көмекті қысқарту емес, қаржыландыру тетіктерін жетілдіру және ең осал пациенттер үшін кепілдіктерді күшейту екенін атап көрсетеді. Нұрай Жылқыбай, Руслан Насиров, Нұрлан Алтынбеков, Әділет ақпарат.